Наурыз мерекесі мектеп алаңында тек қазақ киіз үйі тігілмей, сонымен қатар шағын концерт ұйымдастырылып, мектеп ішінде этноауылдар құрылды. Наурыз күн мен түннің теңеліп, табиғаттың ерекше бір түрге бөленіп жаңаратын кезі. Ел жұрттың қаһарлы қыстан аман-есен шығып, бір-бірімен құшақ жайып, емін жарқын табысатын айы. Наурыз табиғат атаулының бәрі тіріліп, өмірге жаңа құлшыныспен қадам басатын шағы. Ертеде бұл мейрам елдің бірлігін сақтап, туған туысқанның басын қосып, бауырластыққа, татулыққа шақыратын. Құрметті мектеп қауымдастығы, сіздерді бүгінгі ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Наурыз мерекесі бұл көне заманнан бері ұласып келе жатқан үлкен мереке. Наурызда еліміз, халқымыз табиғаттың жаңаруымен қоса өмірінде де көптеген жаңалықтарды, өзгерістерді күтеді. Және де осы үміттердің ақталуына әрқайсыларыңызға шын ниеттен тілеймін. Мерекелік кеш әжелеріміз наурыз шашуымен ашылды. Шашу шашылған соң ата салтымызға сай бата алу үшін ортаға Қыдыр ата мен Ұмай ана шақырылды. Осыдан кейін мерекелік кеште ұлттық салт дәстүрлерімізден көріністер көрсетілді. Ән шырқалып, би биленді. Мереке соңында ұлттық ойындарының бірі қазақ күресінен мектеп спорт залында жарыс өткізілді. Құрметті әріптестер, Наурыз күтті болсын. Рахмет. Наурыз мерекесінде әр отбасының үйінде жасалатын тағамға айналған. Ұлыс күні киелі жеті дәм мен ақтан жасалатын, тоқшылық пен ырыс құттың белгісі болып табылатын қасиетті тағам Наурыз көже мектеп асханасымен жасалып, жиналған қонақтарға таратылды. Игілікті істерге, бейбітшілікке, бірлікке, ізгілікке, қайырымдылыққа, тағы да басқа ізгі істерге шақыратын бұл мерекенің мәні зор. Еліміздің болашағы жастарымыз жан-жақты дамыған, көзі ашық, тәрбиелі де білімді, көкірегі ояу, адамгершілігі мол, рухани жетілген, жеке тұлға ретінде қалыптаса берсін. Әр шаңырақта ақ мол болсын, ұлыстың ұлы күні құтты болсын, ағайын.